Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге тұрмыстық химиялық тазалағыштардың зияны туралы, оның ішінде біздің қазан табағымызды айнадай етіп жылтыратып беретін азелиттің біз білмейтін қандай құпиясы бар, қандай зияны бар, сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыз, себебі алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Жалпы үйді арнайы тұрмыстық химиясыз тазалауды тіпті елестету мүмкін емес шығар. Кез келген үйде кір жуғыш ұнтақ, ыдыс жууға арналған сұйықтықтар, арнайы майлықтар, еден жууға арналған және тағы басқа химиялық тазалағыш заттар болады. Бұл заттар үй ішінде тазалық орнатудың жақсы бір көмекшісі болғанымен, олардың құрамында адам денсаулығы үшін қауіпті элементтер де баршылық. Базарда сатылатын кейбір тұрмыстық химияның рұқсат қағазы, құрамы туралы ақпараты, тіпті шығарушы елінің де аты жоқ. Олардың құрамында денсаулыққа аса қауіпті зиян тигізетін қышқыл, сілті, аммиак, хлордың бар екендігі расталған. Тұрмыстық химия олар ұнтақ, гель, паста секілді өнімдер түрлі форматта шығарылады. Бұл оның қауіптілігіне әсер етеді. Егер адам химияны дұрыс пайдаланбай, қауіпсіздік шараларын сақтамаса, дерматит, аллергия туып, тіпті адамның терісі күйіп те қалуы мүмкін. Жалпы химиялық тазартқыштарды қолдану кезінде адам қолғапсыз жұмыс істесе, терінің күйіп қалу қаупі артады. Мысалы, раковинаның құбырын тазалау үшін арнайы сұйықтықты құйып, оны қолбақ кимеген жалаң қолыңызбен жусаңыз, теріңізге үлкен мөлшерде зиян келеді. Химиядан асқазан ішек жолдарының күйіп қалуы да мүмкін. Сондықтан да мұндай химиялық тазалағыш құралдарды барынша кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаған жөн. Сонымен қатар химиялық өнімдер өкпенің де күйіп қалуына алып келеді екен. Өкпеңіз химиялық өнімді иіскеген кезде күйіп қалуы мүмкін. Мысалы, бөлмеге шыбын, тарақандарды өлтіретін өнімдерді шашып, өзіңіз сол иісті иіскеп, тыныс алып қойсаңыз, бұл сіздің өкпеңізге үлкен мөлшерде зиян келтіреді. Сонымен қатар көбінесе адамдар химиядан күшті қышқыл не негізбен байланысқан кезде күйік алады. Себебі тырнақ бояуын өшіруге арналған сұйықтық, ағартқыш және кәріз тазартқыштардың құрамында сілті, қышқыл бар. Ал кір жуғыш заттарда натрий, кальций гипохлориді болады. Ал ауада ұшып жүретін органикалық қосылыстардың әсері көздің, мұрынның және тамақтың тітіркенуін ғана емес, сондай-ақ бас ауруын, жүрек айнуын және кейбір тыныс алу мәселелерін де тудыруы мүмкін. Демікпе немесе созылмалы өкпе ауруы бар адамдар мұндай химиялық заттардан аулақ болғаны жөн. Өнімнің құрамында ауада ұшып жүретін органикалық қоспаның тым көп екенін, оның иісін сезіп те білуге болады. Мысалы, иісі тым күшті, мұрын мен тамақты тітіркендіріп жіберсе, оны сатып алмаған дұрыс. Көздің ашуы, бас айналу және тамақтың қышуы хлорды тым көп иіскеп қойғаныңыздан болуы мүмкін. Хлор негізінен қауіпсіз саналғанымен, аллергия және тыныс алу мүшелерінің аурулары бар адамдарға өте қауіпті екендігін есіңізден шығармаңыз. Сонымен қатар, әйел адамдардың асханадағы ең мықты көмекшісі болған азелиттің зиянына да тоқтала кетейік. Қазан табағымызды 5 минутта жалтыратып айнадай етіп беретін азелиттің қандай құпиясы бар? Жалпы осы өнімді сіз дүкеннен сатып алғанда немесе қолданар алдында оның құрамына көңіл бөліп, құрамында не бар екендігін оқисыз ба? Немесе қазан табағымыздың жылтырап тұрғанына мәз болып жүрміз бе? Бұл химиялық тазалағыштың құрамында натрий гипохлориті, анионды белсенді заттар және натрий гидроксидімен қатар өте қауіпті полимерлі қоспа бар екен. Осының барлығын араластырып, оған хош иісті қоспаны қосқан соң, бұл өнім еш қауіпсіз секілді көрінеді екен.
Дәл осы азилит өнімімен егер сіз қазан табағыңызды тазалайтын болсаңыз, міндетті түрде оны тазалап болғаннан кейін қазан табағыңызды ас содасымен бір шайып алғаныңыз дұрыс. Себебі азилит сіздің қазан табағыңыздан оңайлықпен кете қоймайды екен. Нәтижесінде осы ыдыстардан тамақ су ішкен адамның асқазан ішек жолдарында ойық жаралар пайда болады екен. Жалпы біздің жұмысымызды жеңілдететін мұндай өнімдердің бізге пайдасынан зияны көбірек екендігін еш ұмытпаңыздар. Ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпарат ұнаған болса, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.